Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз түлектердің диплом жұмыстарын тіркеу. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөлімінде рөлдер редакторын таңдаймыз. Келесі тізімнен өзімізге қажетті рөлді таңдаймыз. Және де өзімізге қажетті модулімізді қосамыз. Яғни түлектердің дипломын регистрация жасау және де қызметкер бұл модульге баптаулар жасауға және де қолдана алу үшін редакциялау мәнін орнатып сақтаймыз. Баптауымызды ары қарай жүйенің қолданушы интерфейсінде жалғастырамыз. Бұл бөлімде бізге қажетті модуль, яғни түлектер модулін таңдаймыз және де бұл бөлімде түлектердің дипломын регистрациялау модулін таңдаймыз. Бұл бөлімде келесі баптауларды орналастырамыз. Яғни реттеулер батырмасын таңдау арқылы біз тіркеу номері қандай саннан басталады, соны көрсетеміз. Яғни редакциялау мән таңдау арқылы өзімізге қажетті мәнді орнатып сақтаймыз. Келесі университет бітірушісінің диплом туралы мәліметтері бөлімінде қайталанатын тіркеу куәліктер номерлерін тексеріңіз. Яғни бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда бітіруші түлектерде бір номер бірнеше білім алушыға берілмес үшін, яғни жүйе тексеретін болады. Келесі түлектердің диплом номерлерін тіркеу үшін тізімнен өзімізге қажетті факультетті таңдаймыз, кафедраны таңдаймыз. Келесі оқу деңгейін таңдаймыз, яғни академиялық дәрежені, оқыту түрін таңдаймыз. Келесі өзімізге қажетті білім беру бағдарламаларының тобы және де білім беру бағдарламасын таңдаймыз және де қажетті курсты таңдаймыз. Өзімізге қажетті сұрыптамалар жасау арқылы білім алушыларды таңдадық. Келесі осы тізімдегі білім алушыларға диплом номерлерін тіркеу үшін барлық білім алушыларды таңдауымызға болады. Егер де қандай да бір білім алушыға ғана тіркеу номерін беретін болсақ, онда өзімізге қажетті білім алушыларды таңдаймыз. Келесі белгіленген білімгерлерге диплом берілген күні. Бұл бөлімде біз қандай датаны көрсетеміз, сол диплом берілген дата болып белгіленеді. Ары қарай құрастыру батырмасын таңдау арқылы таңдаған білім алушыларға диплом номерлерін тіркейміз. Яғни сұранымға иә немесе болдырмауын таңдау арқылы диплом номерлерін тіркейміз. Келесі білім алушыны таңдаймыз. Қолданушылар бөлімінен білім алушылар бөліміне өтеміз және де тізімге өзіміздің білім алушымыз деп таңдаймыз. Келесі мәзір бөлімінен университет бітірушісінің дипломы туралы мәліметтер бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде өзіміздің тіркелген номерімізді көруімізге болады. Дипломның тіркелген номері және де дипломның берілу күні. Яғни осындай ретпен бітіруші білім алушылардың диплом номерлерін жүйеде тіркейміз. Келесі білім алушылардың дипломына және де дипломына қосымшаға бұл бөлімдегі келесі ақпараттарды толтырылу қажет. Яғни академиялық немесе ғылыми дәрежесінің берілген хаттама номері және де хаттама күні. Яғни бұл бөлімдегі ақпараттар оқу үдерісі бөліміндегі қорытынды аттестаттау топшалары бөлімінде академиялық дәрежені тағайындау хаттамасы бөлімінде толтырылады. Яғни бұл бөлімде біз білім алушыларға академиялық дәреженің берілген күні және хаттамасын толтырсақ, осы жердегі ақпарат білім алушылардың менюіндегі бөлімге келіп түсетін болады. Және де үздік дипломмен марапатталды. Яғни үздік диплом алу баптауларына сәйкес, егер де білім алушыда үздік дипломға иегер болған жағдайда, бұл жердегі мән автоматты түрде қойылатын болады. Және де келесі білім алушылардың дипломына шығарылатын, яғни білім алушының аты жөні барыс септігінде толтырылу үшін осы жерде білім алушының аты жөнін қажетті септікте жүктеу қажет болады. Осымен білім алушылардың диплом номерлерін тіркеу модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.